Караганда техникалык университети суюк және катты фазанын тагыздыгын триконометриялык адеспен аныктау және унгулук геофизикалык зерттөөлөрдүн теориялык негиздерине киришкен. Геология және пайдалы казбалардын кен орундарын барлоо окуу багдарламасы. Дарыскер окутушу Тибаева Анар Юлаевна. Сабактын максаты студенттердин зертханалык жагдайда заттардын тыгыздыгын аныктоо әдістері менен тааныштыруу. Жалпы ережелер. Үлгілер тау жыныстарынын сынама алуу кезинде, сондай-ак аларды тынысымалдау, сактоо кезинде және сынау алдында бирдей болуу керек. Үлгүнү дайындоо. Сынак бөлүктөрү цилиндрлык немесе текше пішіннен жасалган. Жүктелетін үлгілердің шеттері тегістеу машинасында өңделуі керек. Үлгілердің терек беттерінің тегістігінің ауытқу диаметрдің немесе үлгінің ең үлкен жиегі ұзындығының 100 мм-ге аспауы керек. Терек беттерінің перпендикулярығынан ауытқу цилиндрдің генератрица ұзындығының немесе үлгінің биіктігінің 100 мм-не аспауы керек. Үлгілердің сызықтық өлшемдері 1 мм-ге дейінгі қателікпен калибрмен өлшенеді. Үлгінің әрбір сызықтық өлшемі бір беттің жазықтығында жатқан параллель жиектердің екі өлшеу нәтижелерінің орташа арифметикалық мәні ретінде есептеледі. Цилиндрлык үлгілердің диаметрі цилиндрдің әрбір табандағы екі өзара перпендикуляр диаметрдің төрт өлшеу нәтижелерінің орташа арифметикалық мәні ретінде есептеледі. Цилиндрлык үлгілердің биіктігі цилиндрдің төрт диаметрлы арналасқан генерациясының өлшеу нәтижелерінің орташа арифметикалық мәні ретінде есептеледі. Текше үлгінің биіктігі төрттік қабырғаның өлшемдерінің орташа арифметикалық мәні ретінде есептеледі. Текше үлгінің төменгі немесе жоғарғы бетінің ауданы осы беттің параллель жиектерінің әрбір жұбының ұзындықтарының орташа арифметикалық мәнімен есептеледі. Цилиндрлык үлгінің әрбір табының ауданы екі өзара перпендикуляр диаметрдің орташа арифметикалық мәнімен есептеледі. Үлгінің көлденең кемасының ауданы цилиндрлык үлгінің төменгі және жоғарғы негіздерінің аудандарының немесе текше үлгісінің төменгі және жоғарғы беттерінің аудандарының орташа арифметикалық мәні ретінде есептеледі. Ауданды анықтау нәтижесі түрден кейінгі екінші таңбаның дәлдігімен жазылады. Үлгі көлемі базалық ауданын биіктікке көбейтіндісі ретінде анықталады. Көлемді анықтау нәтижесі түрден кейінгі екінші таңбаның дәлдігімен жазылады. Үлгілерді өлшеу егер басқасы көрсетілмесе басының бір дейінгі қателікпен жүргізіледі. Тау жыныстарының тығыздығы мен кеуектілігін анықтау. Тау жынысының тығыздығы орташа және шынайы тығыздықтың параметрлерімен сипатталады. Орташа тығыздық кеуекті тау жыныстарының үлгілерінің көлемінің бірлігіне шаққандағы массаны өлшеу арқылы анықталады. Шынайы тығыздық кеуектері жоқ, ұсақталған және кептірілген тау жыныстарының бірлігіне келетін массалы өлшеу арқылы анықталады. Кеуектілік орташа және шынайы тығыздықтың алдын ала орнатылған мәндеріне негізделген есептеу арқылы анықталады. Тығыздық анықталған тау жынысының үлгісінде келесі ретпен анықталады. Әрбір таңдалған үлгіге сериялық номер тағайында отырып белгіленіз. Әрбір белгіленген
өлген орташа тығыздығын анықтау және тау жұмысының орташа тығыздығының орташа арифметикалық мәнін есептеу. Әрбір белгіленген өлгінің шын тығыздығын анықтау және тау жұмысының шынайы тығыздығының орташа арифметикалық мәнін есептеу. Орташа тығыздықты анықтау. Орташа тығыздықты анықтау. Бақылау құралдары және көмекші құрал жабдықтар. Үстел тіркіші немесе зертханалық таразы, кептіру шкафы, металл щетка. Тестке дайындалу тәртібі. Орташа тығыздық текше немесе цилиндрлік пішіндегі бес үлгіде анықталады. Әрбір үлгі щеткамен барбалдақ бөлшектерден шыннан тазартылады және тұрақты салмаққа дейін көтеріледі. Сынақ процедурасы. Тұрақты салмаққа дейін кептірілген үлгілер өлшенеді. Олардың көлемі өлшенеді. Сынақ нәтижелерін өңдеу. Орташа тығыздық формула бойынша есептеледі. Орташа тығыздық және үлгі салмағы бөлшекті үлгі көлемі. Тау жұмысының орташа тығыздығы бес үлгінің орташа тығыздығын анықтау. Нәтижелерін орташа арифметикалық мәні ретінде есептеледі. Биолог әдіспен шынайы тығыздықтың анықтау. Тау жыныстарының минералдық бөлігінің тығыздығы негізінен пикнометриялық әдіспен анықталады. Бұл дан ендер. Пикнометриялық әдістің мәні осы судың бар бөлігі зерттеулердің тау жынысының үлгісімен ауыстырылған кезде су толтырылған пикнометрдің масаның өзгерісін табу арқылы тау жынысының минералдық фазасының көлемін анықтау болып табылады. Пикнометр сыйымдылығы 25-100 см мойында белгі бар, оған сұйықтық құйылған тар мойында өлшемдік қол бар. Басқару құралдары және көмекші құрал жабдықтар. Сыйымдылығы 100 мл пикнометр, үстелдік циферблат немесе зертханалық таразы, таразы шыны немесе фарфор шынайық, шойын немесе фарфор ерітіндісі, сусыз кальций хлоридті кептіру шкафы, құм немесе су моншасы, зертханалық жақ ұсытқыш немесе зертханалық диірмен, металл щетка, елеуіш. Тестке дайындалу тәртібі. Сынақ үшін орташа тығыздығы анықталған үлгілерді пайдаланыңыз. Әрбір белгіленген үлгіні щеткамен шыннан тазартады. 5 мм бөлшектердің өлшеміне дейін анықтайды. Содан кейін араластыны және алынған үлгіні төртке бөлу арқылы дейін азайтады. Содан кейін бұл үлгі қайтадан миллиметрден аз бөлшектерге дейін ұсақталады, араластырады және 30 грамм дейін азайтады. Осылай дайындалған үлгіні анықтайды. Фарфор ерітіндісінде ұнтақтайды. Таразы стаканына немесе фарфор шынайыққа қойып тұрақты салмаққа дейін көтереді және концентрлі күкірт қышқылында немесе сусыз кальцийде бөлінме температурасында дейін сылықтады. Хлорид судан кейін әрқайсысының салмағы 10 грамм болатын екі үлгі өлшенеді. Сынақ процедурасы. Бір өлшенген бұлық таза,
Кептірілген пикнометрге қойылды және дистилдеген суды пикнометр көлемінің жартасынан аспайтындай мөлшерлерді қояды. Пикнометрдің құмға немесе су моншасына сәл көбею күйді арналыстарды және ауа көпіршіктерін кептіру үшін оның ішіндегісін 15-20 минут қайнатады. Ауа көпіршіктерін пикнометрдің эксикаторда вакуумда ұстау арқылы да жоюға болады. Оны алып тастағаннан кейін пикнометрді сүртіп, бөлме температурасына дейін салқындатады, белгіге дейін дистилдеген сумен топтырады және өлшейді. Пикнометрді ішіндегісінен босатыңыз, шалайыңыз, белгіні дейін бөлме температурасында тазартылған сумен толтырыңыз және қайта өлшеңіз. Сынақ нәтижелерінің өңдеу. Шынайы тығыздық формула бойынша есептеледі. Тұрақты салмаққа дейін кептірілген ұнтақ үлгісінің салмағы грамм. Ровер. Судың тығыздығы тең 1 грамм сантиметр куб. Н1. Дистилденген сумен пикнометрдің салмағы грамм. М2. Ауа көпіршіктерін алып тастағаннан кейін өлшенген бөлігі және тазартылған суы бар пикнометрдің салмағы грамм. Нәтиже ретінде 5 параллельді сынықтан орташа арифметикалық мәні алынады. Сыры үшін тапсырма. Тұзды жыныстардың минералды бөлігінің тығыздығының анықтау. Рахмет.